Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика негіздері оқу қызметі. 20-ға дейін санап үйренемін. Санау бойынша нешінші, қанша? Алдымен шаттық шеңберін айтып алайық. Көңілденіп күлемін, бақытты боп жүремін. Бәрін біліп алатын мен ақылды баламын. Балалар, қане, 1-ден 20-ға дейін бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұл бір таңбалы сандар. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10-нан бастап 20-ға дейінгі сандар, олар 2 таңбалы сандар. Балалар, енді кері қарай санайық. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы. Балалар, біз 1-ден 20-ға дейін тура және кері санауды білеміз. Балалар, сендерге мынадай тапсырма. Берілген сандар арасындағы түсіп қалған сандарды орнына жаз. Балалар, енді мына видеоны қарап, ағамен бірге жемістер мен көкөністерді бірге санап шық. Жемістер мен көкөністерді санап үйренейік. Бұл суретте неше қызанақ? Әрине, біреу. 1. Неше таңғурай? Я, 2. 1, 2. Неше қарбыз көріп тұрмыз? Өте дұрыс. 3. 1, 2, 3. Бұл суретте неше қияр? Я, 4. 1, 2, 3, 4. Бір қолда неше саусақ болады? Өте дұрыс. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл суретте неше алмұрт тұр? Өте дұрыс. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше банан? Әрине, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл суретте неше алма? Жақсы. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл суретте неше лимон? Я, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 2 қолда неше саусақ болады? Әрине, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Жұмыс дәптерімізді ашып, тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші тапсырма. Реті бойынша нешінші сұрағын қой. Солдан оңға қарай қарындаш пен санды сызып қос. Саны бар карточканы сол қарындаштың түсіне сәйкес боя. Енді маған жауап беріңдерші балалар. Бірінші қарындаш қандай түсті? 4-ші қарындаш қандай түсті? 10-шы қарындаш қандай түсті? 16-шы қарындаш қандай түсті? Міне осы түстерді пайдаланып, карточканы сәйкес түспен бояп шығамыз. Келесі тапсырмада берілген өрнекті қаламмен бастырып жазып шығамыз. 3-ші тапсырмамызға қарайық. 3-ші тапсырмада саны бірдей таяқшалар мен нүктелерді және оларға сәйкес сандарды сызып
қосамыз. Таяқшаларды санаймыз балалар. Және де бірдей таяқшалар мен нүктелерді, оларға сәйкес сандарды сызып қосып шығамыз. Келесі тапсырмамызда жетпей тұрған таяқша мен нүктелердің суретін саламыз. 13 санына неше сан жетпейді? Берілген таяқшалар саны 10. Ойланамыз. Келесі санымыз 15. Балалар, берілген сан 10 және де нүкте саны 10. 15 болу үшін бізге қанша таяқша, қанша нүкте қажет? Салып шығамыз. Балалар, біз бүгін 20-ға дейін санадық және де реті бойынша нешінші қанша екенін анықтауға байланысты тапсырмалар орындадық. Ендеше осы тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасауды ұмытпа. Бүгінге осы. Сау болыңдар.